Ең оңай таңғы ас дайындаймыз. Ыдысқа бір жұмыртқаны салып, шанышқымен араластырамыз. 2 штук ақ немесе қара нанды тураймыз. Қызанақты, ірімшікті турап аламыз. Мен тағы қызыл балықты пайдаландым, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша, және салат жапырағы қажет. Қыздырылған табаға сары май жағамыз. Жұмыртқаны пісіріп, омлетті табадан аламыз. Бұл таңғы ас бір адамға арналған. Одан кейін 2 штук нанды екі жақтан 1-2 минут қыздырып аламыз. Бутерброд жинаймыз. Нанның үстіне салат жапырағын, омлетті, қызыл балықты, қызанақты, ірімшікті және үстіне екінші нанды қоямыз. Тойымды таңғы ас дайын, ас болсын.